Доллар көтерілді, енді бензин, азық-түлік бәрі қымбаттайтын болды ау. Осындай пікірді ел аузынан жиі естиміз. $1. Қазір бұл жай ғана шетел валютасы емес, ол қазақстандықтардың күнделікті тұрмысына әсер етіп, қалтасын қағатын маңызды көрсеткіш десек болады. Шынымен доллар көтерілсе, бәрі қымбаттай ма? Әлде бұл қалыптасқан жай түсінік пе? Көршінің қызы зерттеп көрді. 33 жыл артқа шегінейік. 1993 жылдың 15 қарашасы Қазақстан өзінің ұлттық валютасы теңгені айналымға енгізді. Ол кезде $1 небәрі 4 теңге 75 тиын еді. Яғни бүгінгі қалтаңыздағы 500 теңге сол кезде $100 да көп ақша еді. Бірақ уақыт өте бәрі өзгерді. 1994 жылы доллар 35 теңгеге жетті. Бір жылдың ішінде ұлттық валюта шамамен 7 есе құнсызданды. 1999 жыл Қазақстан еркін айырбас бағамына көшті. Бір күннің ішінде доллар 88 теңгеден 150 теңгеге көтерілді. Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы алғашқы әрі ең ірі девальвация еді. 2009 жыл әлемде қаржы дағдарысы басталды. Мұнай бағасы құлдырады, Қазақстан тағы да теңгені әлсіретуге мәжбүр болды. Бағам 120 теңгеден 150 теңгеге өзгерді. 2014 жылы тағы бір девальвация болды. 155 теңге тұрған доллар құны бірден 185 теңгеге жетті. Ал 2015 жылы ұлттық банк теңгені еркін айырбас бағамына жіберді. Бірнеше айдың ішінде бір ақш доллары 300 теңгеден де асқан кездер болды. Пандемия, мұнай бағасының құлдырауы, сонымен қатар әлемдік инфляция мен геосаяси тұрақсыздық. Осының бәрі ұлттық валютаға әсер етіп, құнсыздандырып бітті. Ал айырбастау пункттеріндегі бір ақш доллары әуелі 400 теңге, көп өтпей 450, тіпті 500 теңгеден де асты. Қазір жағдай сәл тұрақты. Соның өзінде америкалық ақша 485-490 теңге аралығында сатылып та жатыр. Яғни тәуелсіздік жылдарында доллар бағамы 4 теңге 75 тиыннан 490 теңгеге қымбаттады. Яғни көрсеткіш 100 еседен астам өсті. Ал енді қызығы, Қазақстанда $1 не сатып алуға болады? Бүгінгі бағаммен $1 490 теңге деп есептеп алайық. Оған Астанада ЛРТ мен 2 рет жүруге билет ала аласыз. Немесе қалалық автобусқа 4 рет мінуге болады екен. Сонымен қатар бір бөлке нан келеді және $1 шамамен 1 литр сүт келеді. Немесе 0,5 литрлік тәтті сусын сатып ала аласыз. Ал Қазақстандағы ең төменгі жалақы 85 мың теңге. Бұл қазіргі бағаммен есептегенде шамамен бар болғаны $170 айналасы ғана. Енді әлеуметтік желіге көз жүгіртсеңіз, доллар сатып алу дұрыс па? Не келеді? Ақшаны қалай сақтаған жөн деген пікір өтті көп. Кейбірі ақшаны доллармен емес, еуромен, одан қалса алтын сатып алуға асығады екен. Доллар көтерілді, енді ертең бәрі қымбаттайды. Бірақ бұл пікір қаншалықты дұрыс? Самса қымбаттады білесіз бе? Ой, неге? Доллар көтерілді ғой. Ай, доллардың қатысы қанша самсаға? Қалай қатысы қанша? Қандай? Енді доллар көтерілсе, мұнай көтерілмей ме? Мұнай көтерілсе бензиннен кейін, оннан кейін самса? Миды ашып жібердің. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің айтуынша доллар бағамының өзгеруі ең алдымен импорт тауарларға әсер етеді. Өйткені Қазақстан телефон, компьютер, автокөлік, тұрмыстық техника, дәрі-дәрмек, киім-кешек сияқты көп өнімді Қытай, Ресей, Германия, Оңтүстік Корея және басқа елдерден сатып алады. Ал мұндай тауарлар шетел валютасымен есептеледі. Сондықтан доллар қымбаттаса, олардың бағасы да өсетіні заңдылық. Ал азық-түлікке келгенде жағдай сәл басқаша. Вице-премьер ұлттық экономика министрі Серік Жұманғариннің сөзінше ел ұн, тұз, күріш, картоп, сәбіз, макарон, күнбағыс майы, қой және сиыр еті сияқты әлеуметтік маңызы бар негізгі азық-түлікпен өзін толық қамтуға қауқарлы. Яғни теория жүзінде доллар бағамының өсуі бұл өнімдердің бағасына тікелей әсер етпеуге тиіс. Бірақ шындығында керісінше. Оны құрметті көрермен, сіз де білесіз. Өйткені жанармай қымбаттаса, тасымал құны өседі.
тасымал қымбаттаса, дүкендегі баға өзгереді. Қаптама шетелден келсе немесе өндірісте импорттық жабдық қолданылса, оның шығыны да соңғы бағаға қосылады. Сондықтан кейде дүкен сөресіндегі бағаның өзгеруіне тек доллар емес, инфляция, логистика, жанармай бағасы, өндіріс шығындары мен нарықтағы сұраныс та әсер етеді. Ал кезінде $1 не сатып алған едіңіз? Пікірге жаза кетіңіз.